Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерді келе жатқан наурыз мерекесімен құттықтаймын. Баршаңызға бар жақсылықты тілеймін. Және де бүгінгі рецептте сіздерге осындай керемет ши бауырсақпен таныстырамын. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін әрі әдемі болып шығатын, тәтті болып шығатын бауырсақтың түрімен таныстырамын. Ол үшін бізге жылы су керек. Жылы суды ыдысымызға құйып, қантымызды салып, барлығын біркелкі араластырамыз. Содан соң шимек майымызды құйып, біркелкі тағы да араластырып, қантымыз езілуі керек, сондықтан шайқап араластырамыз. Содан кейін жұмыртқамызды салып, жылдамырақ араластырамыз. Жұмыртқамыздың барлығы біркелкі араласуы керек. Одан соң електегі ұнымызды салып, үстіне содамызды қосып, біркелкі ішіне қасықпен былғап жіберіп, азғантай ұн саламыз. Одан кейін қасықпен былғаймыз. Қасықпен былғап алғаннан кейін барлығы осылай кішкене жайылып, ұн жайылып қамырына қонғаннан кейін барлық ұнның барлығын бірге салып жібереміз. Сол кезде ол осындай қамыр болып шығады. Енді қасықтан алып қолымызбен илейміз. Жақсылап тұрып осылай 2-3 минуттай қолымызбен илеп аламыз. Содан соң 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Одан соң 20 минуттан кейін алғаннан кейін осылай иіні қанып күшті болып тұрады. Сол кезде тағы да 1 минуттай осылай жақсылап қолымызбен ысып-ысып илеп аламыз. Енді қамырымыздың үстіне осылай қолымызбен басып, жан-жағын дұрыстап, осы видеода көрсетілгендей етіп істесеңіздер, сосын пышақтың көмегімен осылай бірнеше бөлікке бөліп шығамыз ұзыннан. Осылай етіп бөлінген бөліктерден кейін осылай лагман сияқты етіп үйкелейміз осы дастарханның бетіне. Видеода көрсетілгендей етіп істесеңіздер, бұның қалыңдығы лагманнан кішкене қалыңдау болады, қаламсаптың қалыңдығыдай болып шығады, сондай етіп істеңіздер. Мінекей достар, осылай болып шығады. Енді осыны осылай кішкене 1 сантиметр аралықта кесеміз пышақтың көмегімен. Барлығын осылай істеп кесіп шығасыздар. Міне бізде уже дайын. Енді осыны қатты қызып тұрған майымызға қуырамыз. Қатты қызу керек май деген. Сол кезде бізде бауырсақтарымыз жылдам қуырылады. Жылдам сарғайып түсі осындай сары түске енген кезде уже аламыз. Мінекей дайын болып қалды. Осындай сап-сары етіп барлығын алғаннан кейін, оны кішкене суытпастан бұрын үстіне сахарный пудра сеуіп, барлығын біркелкі араластырамыз ыдысымыздан осылай. Және қолымызбен араластыруға да болады. Сол кезде дәмі тәтті болып шығады. Бұны балалар сүйіп жейді. Достар, каналға жазылып, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және пайдалы ақпараттармен бөлісемін, қапы қалмаңыздар. Ас болсын.